Қазақ жеріндегі лагерлар. Бұл сіздер барып жүрген лагерлер емес. Бұл өте қауіпті, адамдарға ең ауыр сынақтар жүргізетін қазақ жеріндегі лагерлар. 1930 жылы Сталин аталарыңыз тот самый мұртты адамдардың еңбегін пайдалану үшін және де оларды қинау үшін гулагты құрады. Сонымен гулаг дегеніміз не? Гулаг дегеніміз барлық лагерларды басқаратын орталық жүйе. Сонымен гулагтың қазақ жерінде ашылған 3 лагері бар. Ең үлкені Карлаг 1930-59 жылдары жұмыс жасаған. 1 миллионға жуық адам тұтқын болып, оның ішінде ең атақты тұтқан Гумилев. Сол заманда сол түрменің Майкл Джексоны болған. Одан кейін Степлак лагері. Степлак лагері 1940-1956 жылдары жұмыс істеген. Және бұл лагерларда тіптен әйелдерді де қинаған. Сол лагер ол Алжир лагері. Алжир ол Африкадағы Алжир емес, бұл қазақ жеріндегі Алжир. Яғни 1938-53 жылдары жұмыс істеген, отанын сатқандардың әйелдері қамалған түрме. Бұл түрмеде Сәкен Сейфуллин, Тұрар Рысқұлов және Темірбек Жүргеновтың әйелдері қамалған. Жалпы Алжирдің көлемі 30 гектарға дейінгі аумақты алып жатқан. Бұл лагерлардың барлығы Сталин мұртты аталарыңыз қайтыс болғаннан кейін жабылды. Егер сабақ ұнаған болса, комментарияға келесі қандай сабақ керек жазып кетіңіздер. Сіздерден лайк, подписка.